Ассаламу алейкум қыздар. Бүгін біздің Құран әліппесі сабағымыздың 16-шы сабағы. Бисмилля, біз уже білесіздер тәжвид қағидаларына өттік, е? Мына жақтан мыналардың бәрін өттік. Міне тәжвид қағидаларына кірдік. Кеше мынау екі тақырыпшаны кішкентай өттік. Енді бүгін жаңа тақырып. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымызда мәт деп аталады. Мәттің созылу себебі хамза болған мәттер және созылу себебі сукун болған мәттер деп мінекей мынау екі түрге бөлінетін түрлері бар. Бірақ болардың өзінің іштерінде мынау екіге бөлінеді, мынау төртке бөлінеді. Сондықтан бүгін біз созылу себебі хамза болған мәттерді ғана өтеміз, мынаны ғана, ал мынаны иншалла ертең өтеміз. И ары қарай жеңіл тақырыптар иншалла. Қыздар қараңыздар. Созылу себебі хамза болған мәттер өздерінің арасында екіге бөлінеді. Мәтті муттасыл және мәтті мунфасыл деп атаулары бар өзінің. Ол қалай, мысалы, созылу себебі хамза болған деген. Мысалы, қараңыздар. Құранда мынадай белгі келеді. Қараңыздар. Міне, мына бір белгіні көріп тұрсыздар ғой, ирек. Вот, сондай белгі ол мәт деп аталады. Ол да мәт, яғни сондай белгі келсе біз 4-6 секунд мөлшерінде созып оқиды екенбіз. Мысалы, мына жерде иза жа. То есть, қараңыздар, созылу себебі хамза болған мәттер деп тұр қой, бұл мәтті муттасыл оның ішіндегі. Яғни, мынау ирек болған мәттен кейін хамза келіп тұр, я? Демек, осы хамзаның себебінен мынау мәт болып тұр деп атаймыз. Ну, в любом случае, қыздар, қараңыздар. Егер мынадай ирек белгі келсе, Құранда 4-ке 6-ға созасыздар. Жақсы ма? Және мәтті муттасыл деп аталады, когда мынау мәтпен хамза қатар бір сөзде келсе, бұл мәтті муттасыл деп аталады. Бұны қалай оқимыз? Иза жа. Дәкка. أسمائه خلائف ثناؤك أولياء الملائكة بما شاء. Түсінікті ғой, я? Ал енді мәтті мунфасыл дегеніміз, бұл да созылу себебі хамза болған, бірақ мінекей мынау ирек белгі мәт пен хамза екеуі екі сөзде келеді. Бірақ бір-бірімен кездеседі екеуі, бірақ екеуі екі сөзде. Яғни мынау соңында мәт келеді, басында хамза келеді. Солай. То есть мына жақта мінекей екеуі бір сөзде келсе, мына жақта екеуі екі сөзде келеді. Айырмашылығы осы ғана. Екеуінде 4-6 секунд мөлшерінде созып оқимыз. Жақсы ма? Енді мынаны оқып алайық. Я айюха инни ахафу قولوا آمنا إلا أنا في أنفسكم توبوا إلى الله إنا أعطيناك. То есть мына жерде Кәусар сүресінен сөздер, я? Именно мына сөз. Қыздар қараңыздар, бүгінгі біздің тақырып міне созылу себебі хамза болған мәттердің ішіндегі екі мәт, мәтті муттасыл және мәтті мунфасыл атаулары и разницаларын көріңіздер. Мына жерде хамза мен мәт бірге келеді мәтті муттасылда, мәтті мунфасылда хамза мен мәт екеуі екі бөлек сөзде келеді. Бірақ екеуінде де жаңағыдай ирек белгі мәт келсе 4-6 секунд мөлшерінде созамыз. Құранда солай келеді. Бүгінше осы екі түрін ғана өтеміз. Мыналардың барлығын оқисыздар, иншалла. Мынау ережелерін түсініп оқисыздар. Осы бетті 15 рет оқу. Мына жаққа әлі өтпейсіздер, жақсы ма? Өтпеңіздер бұл жаққа. Тек мынаны ғана оқыңыздар. Және дәптерлеріңізге конспектлеп жазыңыздар, осыны оқыңыздар. Ал созылу себебі сукун болған мәттерді біз иншалла ертең өтетін боламыз, жақсы ма? Сіздерге қиын болмасын деп осылай бөліп өтуді жөн көрдім. Сәттілік.